Сәлеметсіздер ме? Менің атым Лика Мила, Жалағаш ауданының тұрғынымын, ұлтым кәріс. Тәуелсіздіктің мен үшін не білдіретінін айта кетейін. Мен үшін тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген үлкен бақыты, халқымыздың құндылығы деп есептеймін. Және де біз бүгінгі барлық жетістіктерімізге тәуелсіздіктің арқасында қол жеткіздік деп ойлаймын. 30 жыл ішінде еліміздің әл қуатын көтеріп, төл мәдениетіміз бен мемлекеттік тілімізді жаңғырту ісінде көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Тәуелсіздік біздің ең басты игілігіміз, баға жетпес құндылығымыз. Жас мемлекет тарихындағы жаңа дәуір дәл осы тәуелсіздіктен бастау алады. Әр ұлт, әр халық үшін осы тәуелсіздіктен артық қасиетті де қымбат ештеңе жоқ. Еліміз алып, құқықтық, дербес демократиялық мемлекет ретінде әлемге танылды. Сондықтан Қазақстан халқы тек биіктен көріне берсін.